Қайырлы күн, құрметті достар. Дәл қазір біз офистеміз. Мына жақта Азамат бар, мына жақта Гоха бар. Эфирге дайындалып жатырмыз. 14:30-да Еуразия бірінші арнасын жібере алмай көріңіздер. Бүгін талай қызықтар болады. Бүгін бір қатысушы кетеді. Қай қатысушы деп ойлайсыңдар? Бүгін Еуразия арнасы қосулы болсын. 14:30-дан 18:30-ға дейін бізбен бірге болыңыздар. Және ана жақта көп құрт көріп тұрмын, бізде білмеймін. Осы құрттың зағаты. Тима мен Мадинаның таныстығы қалай болып жатыр екен? Таныстығы деп қоям. Тойға дайындықтары қалай болып жатыр екен? Бүгін білетін боламыз. Жібере алмаңыздар. Үстінде бәрі жақсы болады деп тұр екен. Бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады, еш алаңдамаңыздар. Ребята, всем привет! Девочки, видите мой новый тренч, который я уже пару раз носила, но я вам его не показывала. Он такой нетипичный, не банальный, кто хочет отличиться, самое то. И цвет не бежевый. Многие могут не понять, то, что он вот такой вот оверсайз идет, как будто мамин тренч надела, но на самом деле тут модель такая, фасон такой. Мне кажется, с кепкой и с такими сапожками самое то. Маған Рома бір энергетик бар еді, көрші ұнамайды 100% сыйықта көреміз. Реально не очень. Почему? Шымкентте. Сау болыңыздар, бай болыңыздар. Шымкентте уже көктем ерте келеді ағайын. Таң! Достар, қалайсыздар? Жалпы жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік баршаңызға. Және де қалың киініп жүріңіздер. Ауа райы өте суық, Жоқ, нормально. Салқын болып тұр, пайыз. Шымкент горячий балдарымыз ғой. Ой, бәрекелді ағайын. Жақсы, аман болыңыздар. Екеуің күшті, тамақшы болсыңдар ғой. Рахмет, ас болсын дейші. Ас болсын. Қонақ жайлы халықпыз ғой. Қайсынамын көрейін. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн. Достар, құрметті талдықорғандықтар, сіздерге бір керемет жаңалығым бар. Суббота күні, демалыс күндері презентация болады. Мен өз жеке командамды жинап жатырмын. Мен нақты... Всем привет, доброе утро. Мен бүгін салтанаттан ерте келдім, тағы да деп мақтанайыншы. Құрметті достар, көйлегі әдемі болып тұр екен Айгүл ханымның. Қалыңыз қалай? Мәр жақта кімнің көйлегі? Күшті көйлектер екен. Бүгін бізде 3-ші кезең. Бүгін қандай тамақ дайындап келген екен біздің аруларымыз бүгін білетін боламыз. Шын айтыңызшы. Құрметті достар, бағасын бересіздер деген ойдамын. Дауыс беріңіздер біздің Айгүл ханымға. Көріңіздер 14:30-да. Агата видеолар түсірілмей соған жұмыста жатыр. Жарайды енді ештеңе бәрі әдемісің ғой. Бүгін мисс қосылайыққа қатысқанда білейін күшті тамақ жейді дайындап келетін едін, е? Ой, Агат. Бәрібір ең әдемісі сенсің ғой. Енді өйстесің ғой, Ақтөре, мен не айта алам саған? Не істеп атыр мен? Бетін өйстіп ұстаған дұрыс па, қыз бала? Ал мені шығарым. Тұр деп атыр. Салмай қойыңыз дейм, ондай тема жоқ, айтшы, салмай қойыңыз деген тема жоқ. Аружан, бетіңізден ұстап не болып отыр мына жақта? Жоқ, бетіп атыр, қатаймаш дейм да. Ақтөре өйстіп құртады екенсің ғой енді. Малада ғой, біз дем білміз. Біздің Тимаджан кіммен сөйлеп жатыр, Мадинамен ба? Жоқ, тойға дайын. Тойға дайындық уақыт жоқ. Бүгін көңіл күй жақсы. Я Темірлан маған құрт алып келем деген еді. Құртын алып келді. Үлкен рахмет Мен саған. басқада болып қарайын деп отырмын. Құдай қаласа, я. Барлық тойға. Бүгін Мадина мен Темірлан тойға дайындап қалай болып жатыр екен білетін боламыз. Барлығымыз көрейік. 14:30-да Еуразия бірінші арнасын жібере алмаңыздар. Ерасыл, қалың қалай? Жақсы, бүгін тамақ жейсіңдер ғой. Рахат, күшті, я. Роза ханым, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Бриллиантовая рука.
сайысқа дайындалдым. Осындай қолыңыз кішкене жарақат болып қалса да тамақ жасап алып келдіңіз бе? Кешкі Маңғыстау жақтан коронный пиццаны. Бірінші тамағын өзі айтып қойған бізде Роза ханым. Негізі ешкім айтпай жатқан тамағын. Ой, жазып қойыпты ғой бәрі. Неге мазақтым. Мен жазбаң десем бәрі жазған. Сосын сіз де ладно дей салдыңыз ба? Дұрыс қой, бір-бірінен қайталанбағаны дұрыс. Кімдікі бірақ тәтті болады, бүгін біле жатамыз, себебі кім өзі жасады, кім дайындап, сата алатындар бар ғой. Әне, доказательство. Рома, сен красавчик болып кеттің, шын айтамын. Айта бермеші, ялдырып. Молодец. Сен романтик болған үшін, Лейланы сыйлаған үшін сен красавчик болып кеттің, шын айтамын. Лейлан, ой, прошла, ашылды. Қоймайды дейсің ғой. Өшірмеймін, тура осылай қалдырам. Қол қалайсың? Жақсы, көңіл күйің қалай? Что-то онша емес сияқты бүгін, шын айтам. Көрініп тұр сырт көзге, онша емес екен. В последнее время ничего не радует. Даже девушка? Неге? Ол сенің қолыңда, барлығын өзгерті өзіңнің қолыңда. Егер бірдеңе ұнамай жатса, значит сен бірдеңені дұрыс жасамай жатсың. Өзіңе не көңіліңді толтырады, өзіңе что тебе приносит удовольствие, соны жасаң. Сол кезде көңіл күйің де көтеріледі, өмірге деген құлшынысың пайда болады, махаббатқа да құлшынысың пайда болады. Біздің ағыланның аяқ киімі бағасы 100 мыңнан асады деп кеше айтты, барлығы обсуждать етіп жатыр екен. Аяқ киіммен міне ағылан. Қалайсың ағылан? Ботинка? Сол кезде күнде ауыстырып тұрам деші аяқ киім. Как классно! Сәлем деді. Қалайсыз? Жақсы. Тұрып жатыр да мен әдемі. Мен фотограф болмақ. Одан да үміткер шақырыңыздар екеуіңіз. Ұят болады. Үміткер келіңіздер. 8-7-7-220-29-22. Молодец. Біздің қыздарымызға үміткер болып келіңіздер. Бүгін қыздар қандай тамақ дайындады екен, дәмі қандай екен, кафеден сатып алды ма, өзі жасады ма, барлығы түсінікті болады. Бүгін 14:30-да Евразия бірінші арнасын жібере алмай көріңіздер. Маржан ханым мен Әсел ханым. Неге жастар 18 жасар қыздар сияқты суретке түскендеріне риза. Фотомодель болып кетер ме екен осы екі қыз? Ал достар, біз дайынбыз эфирге. Бізде бәрі дайын, сол баяғы қыздар, балалар. Телефонда. Мына кісі ғана вообще телефон ұстамайды екен. Молодец. Сен де сияқты емес та ол. Бәрі телефон. 6 ай болды, прослушкамен жүргелі, ұстау болады. Бәрі телефон. Бүгін көріңіздер эфир, достар, қыз сыныбы батыр. Бүгінгі тур тамақ дайындау. Көреміз, бағасын берейік, достар. Сәттілік бәрімізге. Сәлем баршаңызға. Түн мен ұйықтамай дайындалды. 4-те жаттым, 8-де тұрып 4 сағат. Азанда қамыр жайып. Ал мен всего лишь 2 сағат ұйықтадым. Біздің үшінші фотомодель. Альбина бізден мына жақта. Альбина, қалайсың? Көңіл күйің қалай? Халық не деп жатыр? Мен ойлаймын да, кроссовкамен лучше болады, нет, чем туфлямен. Сол ойлаймын. Кроссовкамен де әдемі болады. Бәрі жарасады. Дейсіз Сәлиха? Қалар мен еріме қап деп тұр, потом айтпа. Айту ренжіп қалады. Өте керемет костюм. Вообще маған қатты ұнады. Білмеймін, Арселияға не үшін. Иә, қыздың көзі қызылда. Уже дауыстар Альбина жаққа, Панда жаққа қарап былай ауысып жатыр. Осы жолы кім жеңімпаз атанады екен? Бірге көрейік, тырнағың қызыл екен менің сияқты.
бірақ сенің саусақтарың аппақ екен, менікі қап-қара жүреді. Аха, пока деп ойлаймын. Бүгін 14:30-да Еуразия бірінші арнасын жібере алмай көріңіздер. Қараңыздар, бүгін шашы әп-әдемі Ариана Грандені танитын болсаңыздар, соның шашы сияқты болып тұр екен. Және қандай тамақ дайындап алып келді көреміз. Негізі айтып жатырмын ғой, барлығы Зухраға да ауыспай жатса, кеше қолдап жатыр. иә, негізі барлығы қолдап жатыр сені. Альбина сияқты қарындас, менің ойымша осындай қарындасты армандау керек негізінде. Осындай әп-әдемі, тәп-тәтті, даже шыбынды ренжітпейтін қызды қалай ренжітуге болады. Мына жақта бізде бір бастық кісі отыр. Қалыңыз қалай, Ержан мырза? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, неге көңіл күйің жоқ? Ержан баяғы, Ержан қайда? Өзім таппай жүрмін сон. Неге саған ғашық болу керек па? Өзіңді көрсету үшін, ашылу үшін, сөйлеп, сториста кәдімгідей неше түрлі әңгіме айтып беріп, менің сторисімді қызық қылып қызықтыратын едім. Моля, көңіл қалдырды ма? Жарайды енді. Бүгін 14:30-да Еуразия бірінші арнасын жібере алмаңыздар. Біздің Ержан шын тамақ жасап келген кім екенін айтады. Үстіндегі сол көзімді алмай қарап тұрмын, негізі әдемі. Түйе, пальма, неше Маған қарамай жатсыз да, өз оған қарап. иә, көзім сол жаққа қарап тұр ма? Көріңіздер, бүгін 14:30-да Ержанмен бірге. Не, қалыңдығы іздемейміз біз, кино көреміз дейсің ғой. Аха, жарайды. Аха, давайте, пока. 2 жарымға дейін кино көремін. 2 жарымдан кейін қалыңдығы. Содан ұйқың қанбайды. Моля, кеше бір қырылысып алды. Арыстанның үйіне не үшін бардым, зачем вообще? Что я там делала дедім ғой кеше, иә? Ешкімнің үйіне бармайтын болдым ба? Еш жерге бармайтын болдым дейді. Моля, неден қатыспаймын деді ғой. Бұл сондай ғой. Осы жол сондай болды. Бәрі жұлдыз, иә? Үлкендерге жол бердім ғой. Үлкендерде емес, сен деген нағыз жас, өскелең ұрпақ көрсету керексің ғой қыздар. Қалай дайындалады, қалай тамақ жасайды, иә? Иә, ой, Моля. Кешір алсақ кешіреміз, костюмың әдемі екен. Шалбар күшті. Үйдегілер не деп жатыр? Ұрсып жатқан жоқ па? Арыстанның үйінде не істеп жүрсің деп? Түсінеді. Дұрыс. Білесің ба, біз Моля екеуміз бір мектепте оқығанбыз, бірақ мен 11-ші сынып бітірген кезде ойлан, қалай, иә? Мен 11 бітіріп отырғанда 6 бітіріп жатқан. Енді қазір бірақ ал Аружан Ақтөре қайда екен? Деп Ақтөреге тиісетін. Қалай Аружан? Үйреніп келе жатсың ба? Я көрдім үйреніп келе жатқанын, неге дейсің ба? Ақтөремен сөйлеседі екенсің, тағы кіммен сөйлесесің? Барлығымен сөйлесіп. Мен вообще простой телефонға түссең де әдемі боласың, Аружан. Айымдама. Рахмет. Ойнат алмайтындар сияқты, иә. Ертең үйреніп кетеді. Біздің Аружанға үміткер бір апта, иә? Сұрап көреміз. Біздің Аружанға үміткер болып кетіп, барлығы жоқ, ана неден ыңғайсызданады екен де, бұл кісі де Samsung телефон екен де, айтамын да, бәрімізде Samsung телефон болған. Соны айтамын да, айфонға көтеріліп алдық дейсің ғой. жоқ, содан ыңғайсызданады да. Айтамын. Онда тұрған не бар? Бүткіл осы жердегі Samsungпен келген. Қандай? Мен ойлаймын да, ана көйлектің қысқаруы тоже бір аптаның уақыты. Бір аптадан кейін көл. Жүреді ғой, мына жағы ашық, мына жағы ашық. Жоқ, пока енді үйленбей жатыр, пока я пока ұзын, потом жайлап. Жоқ, наоборот, Тима. Аржан, не дейсің? Қолдау көрсін. Қысқармай ма? Жоқ, маған ұнайды, например, қысқа киіп жүргенді. Сендердің нелерің бар? Пікірталас қой, қысқа киіп шық, ортаға алып келгенде. Одан кейін кимейтін болады. Сен қашан кетесің? Мен білмеймін. Тезірек құтылсақ, кішкене азайсақ. Ойдак, бірез бар. Скоро. Ой, біздің Темірлан скоро. Прикинь, Темірлан, сен үйленесің сен. Представляешь? Сен үйленесің, все сен. Болашақта келесі жылы уже шілдеханасы болып, папа болып, прикинь. Бұйырса кішкене сәбесесін тәптәр. Кішкентай емес, мен бойым вот 51 сантиметр. 51 кішкентай ғой бойы. Ең басты денсаулығы мықты болсын болашақта. Бірінші үйленіп алшы. Құдай бала берсін. Құдай бала берсін, иә. Қалыңалға ақша табайды. Иә, дұрыс айтасың. Сені. Сына хочет. А қыздың не жаманшылығы бар? Сначала няня, потом ляля. Дауыстар не болады? Жаман естіледі. Сен берсе Жақын болады. Мә, қандай, иә, Темірлан? Мен қыз хочу. Дұрыс. Енді сенде ұл бар ғой. мен сен ема, әшекет айта салдым. Аружанда да ұл, иә? Қалайсың, Санжар? Көңіл күйің қалай? Неге? Кеше қырылыстан әлі не істеп көңіл күйің болмай отыр ма? Неден? Қатысы жоқ.
временный сондай опять. Бәріңе не болды сондай? Апатия, депрессия болмай қойсын, енді апатия болды, сондай болды. Депрессия деген басқа нәрсе, ондай емес, шатастырма. Сен күштісің, сен әдемісің, сенің талантың бар, сен алға қойған мақсаттарың бар, соған жете бер. Соны ойла, алдыңа мақсат қой, түнімен ойлап жат. Сол өмір сүруге құлшынсың, пайда болады. Және сүйікті қызың келсе, тезірек үйленсең, вообще сен депрессияға кіретін уақытың да болмайсың, жар. Осылай красавчик болып жүре бер. Сен неге ағланың миын аштатсың десең? Қалайсың, Салтажан? Көйлегің күшті екен? Мына жақ суық. Ой, шетел, қоймайды енді. Аяғынан етік шешілмейді, үстінен курткасы шешілмейді. А Салта бүгін қазақша, қазақи нақышта әдемі көйлек киіпті. Тізесінен төмен көйлегі. Бүгін қандай тамақ дайындап келді? Негізі Салта тамақты күшті дайындайтын. Негізі ол... Сомнением жоқ, я. Сот орындаушысы. Қазақша орнаментпен. Мен өзім. Неке қиятын. Көйлекті өзім. Полностью өз қолым. Молодец. Сен қолыңа бәрі келеді ғой, Салта. Сен күштісің ғой, Салта. Мен анда не жоқпын, әнге жоқпын, биге жоқпын, бірақ Иә. Бір жерде жоқ болсаң, бір жерде барсың. Өзің талантыңды ашып жатсың. Не дейді? Айта ғой. Аружаннан қорқып қалдың ғой, иә? Жарайды. А сенен қорқып қалдым.